Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бұл видеода мен структураның өзгеруімен осы стоп ордерларды жинаудың екеуінің айырмасын, яғни графикте қалай көрініс беретінін сіздерге бүгін нақты мысалдармен көрсететін боламын. Яғни нарықтағы нақты структураның өзгеруі қалай болады, сонымен қоса стоп ордерларды жинау, яғни ликвидностьтарды жинау қалай жүзеге асатынын сіздерге мысалдармен көрсететін боламын. Бірінші нақты графикалық мысалдарға өтпестен бұрын бірінші осы PDF файлдардағы мысалдарды қарастырып өтейік. Бірінші бізге түсіну керек нәрсе ол импульсті қозғалыс. Себебі біз осы арқылы нарықтағы бағаның қай жаққа қарай бағытталып бара жатқанын көре аламыз. Импульс дегеніміз бұл нарықтағы күшті, яғни агрессивті, белсенді қозғалыс. Бұны біз қалай анықтаймыз? Нарықта біріншіден свечаларға қараймыз, яғни свечалардың денелері өте үлкен болатын болса, онда сол аймақта импульс болып жатыр деген сөз. Сонымен қоса свечалардың араларында бос аймақтар болса, яғни бос кеңістіктер, онда сол жерде импульс болды деген сөз. Яғни біз нарықта импульсті дәл осылай анықтаймыз. Біріншіден баға күшті қозғалыс жасайды, шамдарға қараймыз. Шамдар объемный болса, сонымен қоса арасында бос кеңістіктер болса, сол аймақта импульс болып жатыр деген сөз. Ал енді екінші структураның өзгеруіне келетін болсақ, бұл структураның өзгеруі бізге бағаның нақты бір бағыттан келесі бір бағытқа ауысып жатқанын көрсетеді. Мысалға, бұл мысалда баға жоғары кетіп бара жатқан, яғни жоғары бағытталған трендтен төменге қарай ауысқан болатын. Яғни баға жоғары кетті, кейін максимумды қалыптастырып коррекция жасады, яғни төменге түсіп, кейін дәл осы максимумнан асып барып жабылғанымен үстіге қарай импульсті қозғалысты байқап тұрған жоқпыз. Себебі свечалардың арасында ешқандай бос кеңістік жоқ. Сонымен қоса свечалардың денелері ондай қатты объемный емес. Сол себепті мына жерде закреп болса да, біз бұл аймақтағы қозғалысты нақты бағаның ары қарай жалғасады деп растай алмаймыз. Сондықтан бұл қозғалыста біз тек қана бағаның қозғалысын күтеміз. Кейін баға дәл осы максимумды жаңартқаннан кейін ол төменге қарай бағытталған болатын, яғни өзінің соңында қалдырған higher low нүктесінен төмен барып түсіп, яғни импульсті қозғалыс жасады. Себебі мінекей бірнеше объемный свечаларды көріп тұрмыз. Сонымен қоса бос кеңістіктер бар екенін көруге болады, араларында имбаланстар. Бұл дегеніміз бізде бағаның бағыты, яғни структураның өзгеруі болып саналады. Келесі тақырып бұл HCF, яғни үлкен таймфрейм, яғни үлкен таймфреймдегі маңызды деңгей. Бұл біздегі структураның өзгеруін одан сайын жоғары ықтималды ете түседі, яғни структураның өзгерісі сенімдірек бола түседі. Біз ең бірінші структураның өзгерісін анықтамастан бұрын, немесе соған растау алу үшін HTF, яғни үлкен таймфреймдегі бір маңызды деңгейден бағаның разворот алып жатқан, яғни кері бұрылып жатқанын көруіміз қажет. Ал егер баға үлкен таймфреймдегі ешқандай маңызды аймақтан реакция алмаған болса, бірақ сонда да осындай импульсті қозғалыс жасап структураны өзгерткен болса, біз ешқандай да точка входа іздемейміз, яғни сделкаға кірмейміз. Себебі бізге ең маңызды нәрсе ол үлкен таймфреймдегі контекст, яғни нарратив, және кіші таймфреймде сол маңызды белгілеген аймағымызға баға келіп, сол жерге тест жасап, сол аймақтан разворот алғаннан кейін барып қана біз келесі растауларды ала отырып точка входа, яғни сделкаға кіреміз. Келесі бұл бізде стоп ордерларды жинау, яғни бұның бірнеше атауы бар. Ликвидностьтарды шешу, немесе стоп хант, немесе ликвидностьке свип деген сияқты бірнеше атаулары бар. Жай ғана бұны стоп лосстарды немесе стоп ордерларды жинау деп айтсақ болады. Бұл бізде нарықта қалай көрініс береді, яғни баға кез келген максимум немесе минимумдардың үстіндегі ликвидностьтарды шешеді. Бірақ біз алдыңғы қозғалыстағыдай, яғни импульсті қозғалыстағыдай қозғалысты көрмейміз. Бұл жерден жай ғана әлсіз қозғалысты байқаймыз. Не көріп отырсаңыздар, баға өзінің алдындағы максимумнан диапазоннан шыға алмады, тек қана жоғары көтеріліп, стоптарды алғаннан кейін төмен барып, сол максимумның диапазонда жабылған болатын. Бұл дегеніміз біздің бағаның ары қарай бағытты жалғастырмайтынын, төменге қарай кетуге дайындалып жатқанын көрсетеді.
Ал енді төменге қарай кеткен баға қозғалысын қарайтын болсақ, бұл бізде импульстік қозғалыс екенін айдан анық көруге болады. Келесі, баға трендті жалғастырып келе жатты, бірақ соңғы рет баға осы lower low нүктесін жаңартқаннан кейін өкінішке орай диапазоннан асып жабылғанымен ол импульстік қозғалыс жасай алған жоқ, яғни белсенді қозғалысты байқап тұрған жоқпыз бұл аймақтан. Тек қана стоптарды, яғни ликвидностьтарды шешті және жылдам кері бұрылған болатын. Дәл осы аймақта қозғалыстарға қарайтын болсақ, баға ликвидностьті шешкеннен кейін бұл аймақта көп уақыт аялдамайды, бірден импульстік қозғалыспен төменге қарай жылжитынын көруге болады. Сол сияқты тағы да бұл аймақта ликвидность шешті, бұл жерде көп аялдаған жоқ, бірден жоғары қарай кетіп қалған болатын. Мінекей бұл суретте стоп-лосстарды жинау, сонымен қоса нақты трендтің жалғасуы немесе трендтің өзгеруі көрсетілген. Яғни стоптарды жинау бұл бізде тек қана осындай свип немесе жай ғана әлсіз қозғалыспен басталып, белсенді, яғни агрессивті импульсті қозғалыспен аяқталатынын көруге болады. Бұл жерде де солай, импульспен баға төменге кетті, мына жердегі структура расталды. Яғни тренд ары қарай жалғасады деген сөз. Кейін тренд жалғасып жатты, бірақ өкінішке орай баға мына аймақта жай ғана ликвидностьті шешті, әлсіз қозғалыспен, кейін кері бұрылып жоғары қарай осы максимумды бұзып өткен болатын. Бұл бізде трендтің өзгергенін растайды. Яғни бос кеңістіктер бар және свечалардың объемы өте үлкен. Ал енді графикалық мысалға өтейік. Мінекей графикте біз бағаның төмендеп бара жатқан трендтен, яғни медвежий трендтан бычий трендқа ауысқанын көріп отырмыз. Мінекей баға ликвидностьті шешті және осы қозғалыстың максимумы дәл осы болып саналады. Сондықтан біз мына жерде толығымен тренд өзгерді деп айта берсек болады, себебі мына жерде импульстік қозғалыс бар, сонымен қоса бос орындар да бар мына аймақта, яғни имбаланстарда. Сондықтан бұл жерде бізде тренд медвежьден бычийға ауысты деп айтуға болады. Егер біз точка входа іздейтін болсақ, дискаунт зонасында бізде бірнеше аймақтар бар. Оның біріншісі осы ордер блок зонасының 50%, сонымен қоса имбаланс зонасы бар, және осы жақтан позицияға кірсек болады. Яғни мына жерде точка входа ретінде алып, немесе тағы да осыдан кіші таймфреймге түсеміз. Мысалға мынау күндік таймфрейм болса, мысалы 1 сағаттық таймфреймге түсіп, осы жақтағы кіші қозғалысты қарай отырып, мына маңызды зонадан бағаның дәл біздің жаңағы айтқан талаптарымызға сай структураны өзгерткенін күтеміз. Яғни мына жақта кіші таймфреймде тағы да бір структура өзгереді осылайынан. Ары қарай баға жоғары кетуі мүмкін деген сөз. Енді мына жердегі қозғалысты қарайық. Мінекей баға бірден осы жерге тест жасап, реакция алып жатқанын көріп тұрмыз. Мына екі диапазондағы ішкі кіші структураны өзгергенін көріп отырмыз. Ары қарай біздің целіміз ол әрқашан сыртқы ликвидность болады. Дәл осы максимумды біз цель ретінде алуымызға әбден болады. Мінекей мына қозғалыста біз бағаның дәл жаңа сипаттап өткендей, баға дәл осы максимумға теласымен закреп жасағанымен өкінішке орай бұдан асып барып жабыла алмай тұрғанын көріп тұрмыз, бірақ сонда да артқы жағында импульсті қозғалысты байқауға болады. Бұл енді өзіңізге байланысты. Егер сенімсіз болсаңыз, бағаның осы максимумды импульсті түрде бұзған күтсеңіз болады, немесе мына аймақтардан тағы да бір позиция іздесеңіздер болады. Себебі біздің әлі контекстіміз, жалпы нарықтың бағыты ол әлі восходящий болып қала береді, яғни бычий қозғалыс жоғары бағытталған. Біздің тренд өзгеретін болса, ол осы минимумды бұзып өтуі керек баға. Яғни осыған төменге қарай импульс жасайтын болса ғана біз төменге қарай шорт, яғни точка входасын іздейтін боламыз. Ал бұл жағдайда біз лонгқа іздесек болады. Егер бұл таймфреймді үлкен таймфрейм деп алатын болсақ, біздің точка входа іздейтін жеріміз немесе HTF таймфреймдегі, яғни үлкен таймфреймдегі маңызды аймақ бұл осы имбаланс болады. Және мына жерге біз дискаунт және премиум зонасын сызсақ болады. Бізде мына имбаланс зонасы толығымен дискаунт зонасында екенін көріп тұрмыз. Немесе дәл осы имбаланс зонасының 50%-ын алсақ болады. Ары қарай бізде баға мына жерде имбалансқа келіп тест жасады, және мына жердегі ликвидность шешкенін көріп тұрмыз. Бұны кіші таймфреймнен көруге болады.
Бұл да бізде осындай ликвидность сияқты болып көрінеді. Яғни мынандай ликвидность шешкендегідей бізде мына жерде бір кіші таймфреймде минимум бар, баға соған свип жасап тұр, яғни ликвидность шешіп тұр. Сонымен қоса бұл аймақта бізде үлкен таймфреймде имбаланс зонасы бар. Содан реакция алып жатқанын көріп тұрмыз. Ары қарай баға дәл осы максимумға қарай жылжуы әбден мүмкін. Немесе біздің осы белгілеп қойған эквилибриум деңгейінен тест жасауы мүмкін. Мінекей баға бізде бірден осы жерден разворот алып, біздің белгілеген цельға қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Мінекей баға жетті, және де тағы да бір свип жасап жатқан сияқты көрініп тұр. Бірақ біз бұл свипті толығымен растай алмаймыз. Яғни біз осы жерден мына жерде свип болып жатыр екен деп шортқа позиция ашып кете алмаймыз. Ол үшін бізге бірнеше растаулар қажет болады. Сондықтан біздің әлі де нарративіміз, жалпы контекстіміз өзгермейді. Біз ары қарай точка входаны лонгқа қарай іздей беретін боламыз. Біздің келесі точка входа іздейтін жеріміз бұл дәл осы имбаланс зонасы. Көріп отқандарыңыздай баға бізде екі қозғалыс жасап жатыр. Бұл ішкі және сыртқы ликвидностьтарды шешу болып саналады. Яғни баға бізде ішкі ликвидность бұл имбаланс болып саналса, сыртқы ликвидность бұл ескі максимумдар болып саналады. Яғни баға ішкі ликвидность шешеді, сосын кейін сыртқы ликвидность шешеді. Ішкі ликвидность шешеді, содан кейін сыртқыға көшеді. Яғни дәл осы цикл жалғаса береді, тренд өзгергенге дейін. Мінекей бізде баға имбаланс зонасына келіп реакция алып тұрғанын көріп тұрмыз. Яғни имбаланс зонасының 50%-ын сақтап тұр әзірге. Қосымша мына аймақта бізде ордер блок зонасы бар. Содан да реакция алып жатқанын көріп тұрмыз. Мінекей баға жоғары кетіп бара жатыр. Біздің целіміз ол кіші таймфреймде осы болады. Яғни осы ликвидность болады. Мысалға, мынау бізде үлкен таймфрейм ғой. Үлкен таймфреймде дәл осындай қозғалыс. Бұл кіші таймфреймде мысалға осылай болуы мүмкін. Кіші таймфреймде баға біздің мына жердегі имбалансқа келді. Имбаланс зонасына сол жерден тест жасады, және мына жерде бізде осылайдан тренд өзгерді. Яғни бұл кіші таймфреймде бізде осындай қозғалысты береді. Ары қарай біздің баға цельге қарай ұмтылатын болады. Яғни мына үлкен таймфреймдегі кішкентай ғана қозғалыс, кіші таймфреймде осындай үлкен қозғалысты береді. Сол үшін де мен бір емес екі таймфреймді пайдалануға сіздерге кеңес беремін. Мінекей баға цельға жетті. Бұл жерде бізде өте үлкен импульс қозғалыс болды. Арт жағында бос орындар қалды. Мынандай имбаланстар. Оларды да белгілеп қоямыз. Мінекей баға бірінші имбаланстан сәл ғана реакция алып жоғары кеткен болатын сыртқы ликвидность шешуге. Мінекей баға дәл осылай ішкіден сыртқыға ауысып отырады. Мінекей бізде баға мына аймақта дәл осы максимумға свип жасады деп айтсақ болады. Бұл үлкен таймфреймде осындай қозғалыс сияқты көрінуі мүмкін. Яғни мына жерде тек қана фитилі ғана көрінуі мүмкін. Бірақ мына аймақта бізде баға ликвидность шешті, бірақ теласымен закреп жасады. Бірақ біз импульсті қозғалысты көрген жоқпыз. Керісінше төменге қарай кетіп бара жатыр баға. Бұл коррекция болуы мүмкін. Яғни осы үлкен қозғалыстың коррекциясы болуы мүмкін. Немесе толығымен трендтің өзгеруі болуы да әбден мүмкін. Әзірге біздің осы имбаланс зоналары бұзылып жатқанын көріп тұрмыз. Сонымен қоса мына аймақта тренд өзгергендей болды, бірақ бұл үлкен глобальный трендтің өзгеруі болмауы мүмкін. Сондықтан біз тағы да арнайы растауларды күтеміз. Мына аймақта бізде алдыңғы, яғни бычий имбаланс бар. Артқы жақта мына жерде тағы да бір қалып қойған имбаланс бар екен. Баға мына жердегі біріншісінен емес, екінші имбаланстан реакция алып тұрған сияқты оған толығымен толтырды. Сонымен қоса бұл имбаланс дискаунт зонасында. Әрі қарай баға дәл осы имбаланстан қалай реакция алады екен, соған қарап бағаның әрі қарай төмен немесе жоғары жалғасатынын болжап көретін боламыз. Мына имбалансқа еш реакция берген жоқ. Бұл бізде енді келесі инверсияның қызметін атқарады. Мінекей біріншісінен реакция бермесе де екінші имбаланстан реакция беріп тұрғанын көріп тұрмыз. Және баға бізде премиум зонасында. Сонымен қоса бізде разворотный свечаны байқауға болады.
яғни бұл аймақта бізде баға бычидан медвежий трендқа ауысқан болуы әбден мүмкін. Сондықтан біздің келесі целіміз ол дәл осы минимум болып табылады. Мінекей баға агрессив түрде төменге қарай импульсті қозғалыс жасап жатқанын көріп тұрмыз, және біздің целімізге келген болатын. Мына аймақта келесі ордер блок зонасы бар. Бұл бізге сопротивление қызметін атқарады, яғни қарсылық деңгейі болады келесі баға қозғалысына. Сонымен қоса бағаның артқы жағында тағы да бір имбаланс зонасы қалған көріп отырмыз. Мінекей баға имбаланстан реакция алды, сонымен қоса ордер блок зонасынан да реакция алғанын көріп тұрмыз. Бұл ары қарай бағаны жалғастыру болуы мүмкін, немесе мына жерде баға дәл осы минимумға закреп жасап теласымен жабылса да, бұл бәрібір мына аймақтан біз өте үлкен белсенді қозғалысты көріп тұрған жоқпыз. Яғни мынандай үлкен қозғалыстарды көріп тұрған жоқпыз, жай ғана әлсіз қозғалысты байқауға болады. Кейін бағаның кері бұрылғанда қозғалысына қарайтын болсақ, бұл жерде енді баға өте белсенді кетіп бара жатыр, және біздің сопротивление зоналарын бұзып өткен болатын, сондықтан бағаның бағытты өзгертіп жатқанын көрсетеді. Бізде баға мына имбаланс зонасын толық толтырды, сонымен қоса осы ордер блок зонасынан реакция алған болатын. Мен жаңа айтып өткен болатынмын, келесі болатын қозғалыс ол бізде осы өте үлкен импульстік қозғалыстың коррекциясы болуы мүмкін дедім, және баға дәл солай жасап жатыр. Яғни бізде глобальный тренд өзгерген жоқ, тек қана локальный қысқа мерзімге ғана тренд өзгеріп, баға дискаунт зонасына жеткеннен кейін ары қарай тренд өзгеріп, баға жоғары кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Біздің цель ол осы максимумдар болып саналады. Мінекей баға бізде дәл осы максимумға свип жасады, яғни осы максимумның үстіндегі ликвидностьтарды шешкен болатын. Енді бізге трендтің өзгеру үшін бұл емес, дәл осы минимумды баға бұзып өтуі қажет. Яғни дәл осы минимумды импульсті түрде бұзып өтетін болса, онда бізде тренд өзгерді деген сөз. Немесе сіз бұл минимумға сенімсіз болсаңыз, дәл осы минимумды қолдансаңыз болады, яғни трендтің өзгеруі ретінде. Мінекей мына жерде шағын ғана консолидация болды, және баға төменге қарай импульсті бастап жатқанын көріп тұрмыз. Артында үлкен имбаланс зонасы қалды. Міне баға мына жерде толығымен трендті өзгертті деп айтсақ та болады. Бірінші нүктені, екінші нүктені объемный свечалармен өте үлкен қозғалыспен бұзып өтті, артында бос орындар қалды. Мына жерде толығымен глобальный тренд өзгертті деп айтсақ болады енді. Мына жақта баға жай ғана распределение жасап, яғни стоптарды шешкен болатын. Солай баға бізде дәл осы цельдарға қарай әрі қарай жылжи беретін болады. Мінекей мына ликвидностьті шешті. Мына аймақта бізде осындай максимум бар. Мына жерден біз ешқандай да трендтің өзгеруін көріп тұрған жоқпыз. Себебі жай ғана свип болуы мүмкін бұл. Бізге керек трендтің өзгергенін анықтау үшін осындай жақсы объемный свечалар қажет. Ал бұл жай ғана мына жердегі стоптарды жинап, ары қарай төмен кету мақсатында жасалған үлкен ірі ойыншылардың айласы болуы мүмкін. Мінекей көрдіңіздер, баға жай ғана осы аймақта манипуляция жасап, төменге қарай осы жерде лонгқа позицияға кірген трейдерлардың стоптарын алған болады. Мінекей біздің жалпы цельдарымызға, баға мақсат зоналарымызға жетті. Осымен бұл тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басыңыздар, төменге комментарияға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сонымен қоса менің телеграм каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі ол жақта пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырам, және жаңа шыққан видеоларды сол жаққа жүктеп отырам, жіберіп алмайсыздар. Сондықтан телеграм каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.